Әңгіме тіпті пәтер жалдауға да шамасы келмейтін кедей, қиналып жүрген жас жігіт Хуаннан басталады. Ол суретші болып жұмыс істейді, ал оның жұмысы аз ақша келсе де, бұл онша көп емес. Біз оның көшеде әдемі қыздың портретін салып отырғанын көреміз. Ол аяқтаған кезде ол өнер туындысына таңғалады. Бірақ ол жаңа картинаны бастағалы жатқанда сәнді көлік келе жатыр. Ішінде ауылдағы ең бай адам бар. Хуанды таңғалдырғаны, бұл кісінің қасында Хуанның бұрынғы сүйіктісінен басқа ешкім жоқ. Бай адам оның алдында Хуанды әдейі қорлайды. Ол оған ақша лақтырып, «Міне, ұстаңыз, бұл сіздің бүкіл күнделікті табысыңызға жетуі керек» деп мазақ етеді. Сосын оның бетіне күледі. Хуан ұялып, киімінің 1/4 бөлігін ғана киіп, заттарын жинап, тозған көлігіне қарай бет алды. Шынымды айтсам, оны өзі айдап бара жатыр ма? Әлде артынан сүйреп бара жатыр ма? Айту қиын. Хуан суретшілерге, галереяларға және суретшілер тұратын үйлерге толы ауылына оралады. Досым, бұл жерді суретшілердің жұмағы деп атауға болады. Үйге қайтып келе жатқанда, ол үй иесімен кездесіп қалады. Ол мерзімі өткен жалдау ақысын қайтаруды талап етеді. Кван тойып алып, жалдау ақысын бетіне лақтырып жібереді. Ол кетер алдында үй иесі оған бұл тек соңғы ай екенін айтады. Ол әлі де сол ай үшін төлеу керек. Кван абайсызда, мен кейінірек төлеймін деп жауап береді. Бұл үй иесінің ашуланғаны сонша, ол оған бір бөтелке су лақтырады. Енді сіз Хуаннан оны қайтарып береді деп күтесіз, солай емес пе? Жоқ, біздің сүйкімді Хуан бөтелкені алып, оны өз коллекциясына ұқыпты түрде салады. Әр айдың соңында ол пластикалық бөтелкелерді жинап сатады. Үй иесі күліп, бұл кедей адамның логикасы екенін айтып, Хуанның пластик пен қаңылтыр банкаларды қалай жинап жатқанын мазақ етеді. Әрине, бұл жұмысты атқаратындарға құрметпен қараймын. Содан кейін Хуан өзінің армандаған галереясына барады. Ол бір күні өз жұмысын көрсеткісі келеді. Күн сайынғыдай ол галерея иесінен оның картинасына демеушілік жасауды сұрайды. Ол тіпті біраз ақша аударып жатыр, бірақ иесі күліп, қабырғаның 1 шаршы метріне де жетпейтінін айтады. Ол Хуанды тастап, жоғарыға көтеріледі. Хуан оның суретін көрсетуін өтініп, оның соңынан ереді. Иесі салқын түрде, «Сенің өнерің қоқыс, Хуан», деп жауап береді. Хуан өзін қорғап, «Менің жақсарғаным сонша, тіпті досым Тянь да бұған қатты әсер етті», деді. «Енді саған айтайын, досым Тянь соқыр. Шынымды айтсам, мен қалжыңдамаймын. Ол бірнеше жыл бұрын көру қабілетінің нашарлауына байланысты көру қабілетінен айырылған. Галерея иесі мазақ етіп жатыр. Сондықтан сіз соқыр досыңыздың пікіріне сенесіз бе? Сен жүйкеңді жоғалттың». Содан кейін ол картоптың басқа суретін көрсетіп, «Міне, мынау, мен оған қарасам, мен шынымен аштық сезінемін», дейді. Бұл шынымен осылай көрінеді. Хуан жаншылып, не айтарын білмей қалды. Ал таңға келетін болсақ, ол ештеңе көрмейді және ол таба алатын жалғыз жұмыс массаж терапевті. Өкінішке орай, бұл жұмыс оны қудалау қаупіне ұшыратады және бұл мекемедегі адамдар оның соқырлығын пайдаланады. Бір күні Хуан біреудің оны қудалап жатқанын байқап, бірден кек ала бастайды. Қудалаушыларға олар оған қалай әрекет етсе, солай әрекет етеді. Ол оларға, «Енді сен де сол бейшара қыздың сезімін сезінесің», дейді. Ол олардан өз әрекеттеріне өкінетінін күтеді. Бірақ оның орнына олар бірігіп, оны ұрып соғады. Ұрып соққаннан кейін Хуан мен Тянь оның жараларын емдейтін пәтерге барады. Хуан мен олардың бәрін аяусыз ұрдым деп асыра сілтейді. Шабуылдаушылардың айқайын естіген Тянь, «Иә, мен олардың ұрып соғудан зардап шеккенін естідім. Бұл шынымен Хуанның айқай екенін білмедім», дейді. Содан кейін Хуан оған сыйлық берді, оған өте ұнайтын аяқ киім. Олар бірге аздап биледі. Ал Хуан оның ернінен сүйіп алу үшін еңкейген кезде, «Неге екенін сұрамаңыз». Ол кенеттен бөлмеде басқа біреу бар екенін естіді. Ол кім екенін сұрайды. Хуан тез жауап береді. «Бұл жай ғана үйден шығарылған досым, ол менімен бірге тұрады». Ол досына көзін жұмуын айтады, бірақ Тянь өзін жайсыз сезініп кетіп қалады. Кейінірек Хуан мен оның досы тұздық ішу үшін шатырға көтеріледі. Олардың мас болғаны сонша есінен танып қалады. Кенет олардың үстінде ғарыш кемесі пайда болды. Хуан шошып оянып, досын оятуға тырысады, бірақ ол мүлде есінен танып қалады. Ғарыш кемесі олардың маңайының дәл үстінде қалықтап жүр. Хуан ғарыш кемесінен бір қыздың шығып бара жатқанын көреді. Ол мультфильм кейіпкеріне ұқсайды және онымен бірге түсіп келе жатқан тағы 2 адамды нұсқайды. Олар мұнда сурет салу үшін келген сияқты. Хуан оларды суретке түсірмекші болды, бірақ бұл ақымақ жарқылды қосуды ұмытып кетті. Сондықтан шетелдіктер оны байқап, кемесімен бірге бірнеше секундта жоғалып кетті. Бірақ Хуан олардың бірдеңені түсіріп алғанын байқады. Ол тексеруге барғанда, оның қалам екенін анықтады. Ол суретші болғандықтан, оны өзіне қалдырып, төсекке кеткен. Келесі күні таңертең ол есеңгіреп оянып, бәрін есіне алды. Оның досы оны көріп, «Сен өлдің бе, әлде жай ғана ұйықтап жатырсың ба?» деп қалжыңдады. Хуан мұны досы да көрген шығар деп ойлап, аң-таң болды. Бірақ оның досы Хуанның түсінде осының бәрін күбірлегенін түсіндірді. Белгілі болғандай, Хуан тіпті ұйықтар алдында 3 шетелдіктің суретін салған. Хуан досының оған сенетініне үмітін үзіп, көшедегі адамдардың суретін салуға аттанады. Ол сурет салып жатқанда бояуы таусылып,
көбірек іздейді, бірақ дұрысын таба алмайды. Содан кейін ол кеше түнде қолында болған бөтен қаламды байқайды. Ол оны суретті аяқтау үшін пайдалануды шешеді. Ол алдымен оны басқа парақта тексереді. Кенет оның жаңа ғана салған суреті шындыққа айналады. Ол шошып кетті. Жаңа ғана болған оқиғаны растау үшін ол алманың суретін салады, және бәрі қайтадан шындыққа айналады. Қуаныштан ол алманы жеп жатыр. Және бұл, әрине, шынайы нәрсе. Ол қуанып, алманы қалтасына салып, оған бәрін айту үшін досына асығады. Ол оған алманың қалғанын көрсетіп, оны салғанын және оның өмірге келгенін түсіндіреді. Бірақ әдеттегідей досы оған сенбейді. Ол қалған алманы жеп бітіреді де, не деген боқтық айтып тұрсың дейді. Ауруханаға барып, бәрі жақсы ма, жоқ па, соны тексер. Мұны дәлелдеу үшін Хуан досы сұрағандай алтын құйманы суырып алады. Бірақ таң қаларлықтай, сурет бірден шындыққа айналмайды. Оның досы мазақ етіп, қағазды терезеден лақтырып жібереді. Кенет олар қарттың ауырып айқайлағанын естиді. Қағаз оның басынан ұрды. Ер адам оларды терезеден кірпіш лақтырғаны үшін ұрсады. Бірақ содан кейін жерде жатқан алтын құйманы көріп, оны ұстап алып, қалтасына салып, ештеңе болмағандай кетіп қалады. Сол кезде Хуанның досы ақыры оған сенді. Ол Хуанға үлкенірек алтын құйманы суырып алуды бұйырды. Ол солай істеді. Екеуі де шошып кетті. Олар кішкентай бөлмеде тұратындықтан Хуан алып сарайдың суретін салуды ұйғарды. Ол оны бояды. Кенеттен сарай қаланың ортасында күтпеген жерден пайда болды. Адамдар шошып кетті. Көп ұзамай дәл осындай абдырап қалған полиция келеді. Біз осыдан 5 минут бұрын ғана болғанбыз. Мұны салуға кімнің уақыты болды? Олар сұрайды. Офицерлер сарайдың қақпасын ашуға тырысады. Сол кезде Хуан мен оның досы үлкен қателік жібергендерін түсінеді. Хуан сызбаны өшіруге тырысады, бірақ оны қалай жасау керектігін білмейді. Содан кейін ол қаламдағы қажет емес сызбаны өшіретін түймені табады. Ол оны басады. Ал сарай барлығының көз алдында әп-сәтте жоғалып кетеді. Тағы да адамдар үнсіз қалады. Бөлмесіне қайтып келгенде, Хуанның досы оған ақшаны алуымыз керек екенін айтады. Кем дегенде 200 миллион вон. Ол санды өзі салуға тырысады, бірақ ол ақшаға айналмайды. Тек сан болып қалады. Хуан қаламды алып, қолма-қол ақшаны шебер салады. Ал бірнеше секундтан кейін бөлме сонша ақшаға толып, оны толығымен жауып тастайды. Кейінірек ғимарат иесі келіп, суретшілерді сыртта қоқыс қалдырғаны үшін ұрсады. Қыздардың бірі бірдеңе деп жауап беруге тырысады, бірақ иесі оны кенеттен кесіп тастайды. Сен бір жігітпен келесің, екіншісімен кетесің. Сосын Хуанды да оған дәріс оқуға шақырады. Бірақ кенет Хуан мен оның досы сайқымазақ костюмдерін киіп, бай адамдар бүкіл ауданның алдында өзін көрсету үшін киеді деп ойлады. Хуан қомақты ақшаны алып, үй иесіне, міне, алдағы 100 жылдағы жалдау ақысы, дейді. Үй иесі аң-таң болып, Хуанның осыншама ақшаны қайдан алғанын білмей отыр. Бірақ Хуан әлі біткен жоқ. Көп ұзамай көршілері оның көңілін көтеріп, әзіл айтып жатқан қыздармен бірге 3 сәнді көлікпен келе жатқанын көреді. Ол әрқашан армандаған сарайын сатып алу үшін жетекші жылжымайтын мүлік компаниясына барады. Сол жерде ол өзінің бұрынғы жігітін жаңа жігітімен кездестіреді. Ол оған небәрі 15 миллион тұратын вилла сатып алудан бас тартады. Хуан хатшыға жақындап, қаланың ең беделді ауданындағы 2 сарайды сұрайды. Ол қолма-қол ақшаны алып, екеуін де бұрынғы жігітінің көзінше төлейді. Ол оны жібергеніне бірден өкінеді. Сол күні кешке Хуан соқыр досы Танды өзіне сатып алған жаңа сарайға апарып таң қалдырады. Ол оның алдында не тұрғанын болжауын сұрайды. Оның айтуынша, бұл 40 миллион доллар тұратын сарай. Бәрі сен туралы және сен сатып алатын заттар туралы айтады. Хуан тосын сыйдың сәтсіз болғанына біраз көңілі қалды. Бірақ ол тойлауды жалғастыруда. Дәліз қонақтарға толы. Олар Танды жаңа сараймен құттықтайды. Және ол ештеңе көрмейтіндіктен Хуан қызды алып келеді. Оның міндеті оған люстралардан бастап, бүкіл сарайдың қаншалықты әдемі екеніне дейін барлығын сипаттау. Ол оған барлық қонақтардың көзінше ұсыныс жасайды, бірақ тән оның ұсынысынан бас тартып кетіп қалады. Ол оның соңынан еріп, оны жақсы көретінін сұрайды. Ол оған оны шынымен жақсы көретінін айтады. Ал ол, егер сен мені сүйсең, неге мені қабылдамадың және кеште барлығының алдында ұятқа қалдырдың, деп сұрайды. Ол мұны өзінің игілігі үшін жасағанын айтады. Өйткені егер олар үйленсе, ол өмір бойы ұялатын еді. Өйткені ол соқыр және ол бай. Ол қалаған қызды таңдай алады. Ол оған бай емес екенін, оның барлық байлығы оның өнер туындылары екенін айтады. Сонда ол оның картиналарын сатумен танымал болғанын түсінеді. Ол оған келімсектерден алынған сиқырлы қалам туралы әңгімелейді. Тән сиқырлы қалам туралы естігенде, ол одан 1-2 көзін сызып, оны шынайы етіп көрсетуін өтінді. Сонда ол көре алады. Хуан бұл идеяны ұнатып,
әдемі қыз сияқты көздерін сала бастады. Олар көздің сызбадан шығып, Танның денесіне енуін күтеді, бірақ оның орнына Мангфаның иығында көздер пайда болады, және бұл қорқынышты. Олар Вилла бұрын жасағандай жоғалып кету үшін көздерін тез сүртеді. Содан кейін олар, егер сіз бүкіл бетіңізді боясаңыз ше, деп таң қалады. Бет те пайда болар мейді? Бұл да сондай қорқынышты болуы мүмкін. Сондықтан олар Танның бүкіл денесін және оның бетіндегі көздерін дәл сол жерде болуы керек жерде салуды шешті. Сызбаны аяқтауға 5 сағат кетеді. Сурет салынып біткен соң, Тән оның көзінің қайта оралуын тағатсыздана күтеді, бірақ ештеңе болмайды. Ол оны жай ғана мазақ еткендей сезінеді. Сондықтан ол үйден шығып кетеді. Ол сыртқа шыға салысымен кенеттен есіктің сыртында жоғалып кетеді де, картинаның ішінде қайта пайда болады. Оның көзі ашық. Бұл жұмыс істеді. Енді Тән көре алады. Хуан оған айналасындағылардың бәрін көрсете бастайды. Оны бүкіл Қытайға экскурсияға апарады. Меңфа бір кездері оның өліміне себеп болған тиктокерге ғашық болады. Олардың өмірі түбегейлі өзгереді. Хуан ақыры өзінің картиналарын бұрын ешкім қызықтырмаған және ешкім тіпті ең арзан бағаға да сатып алмаған өнер туындыларын көрсету үшін өнер көрмесін ұйымдастырды. Қазір оның картиналары аукционға қойылып, адамдар өз бағасын көтеруді жалғастыруда. Мұның бәрі оның байып кеткендіктен және бәрі оның картиналарының артындағы таланттың арқасында деп ойлайды. Бірақ идея мынада: сиқырлы қауырсын ауадан заттар жасамайды. Тіпті Тиянның көзі де жоқтан пайда болған жоқ. Дәл осы сәтте оған аян түскенде, әйгілі актриса түсірілім алаңында кенеттен көру қабілетінен айырылды. Бұл оқиға көпшіліктің көңілінен шығып, актрисаның көзіне не болды деп жұрт аң-таң болды. Тіпті олардың ұтыс ойынына жұмсаған ақшасы да жоқ жерден пайда болған жоқ. Сол сома банктен жоғалып кетті. Ал бейнебақылау камералары ақшаның жоғалып кеткенін жазып алды. Полиция не болып жатқанын түсінуге тырысып, есінен танып қалады. Ли Чан де ессіз қызғанышқа бой алдырып, Хуанның қалай байып кеткенін білуге тырысады. Банктегі ұрлық туралы естігенде, ол бәрін біріктіріп, полицияға хабарласып, бір түнде байып кеткен адамды танитынын айтады. Әрине, бұл ақшаны ұрлаған адам болуы керек. Полиция Хуанның пәтер сатып алуға жұмсаған ақшасының сериялық нөмірлері ұрланған банк қаражатының нөмірлерімен бірдей екенін анықтады. Олар оны және Менфуды өнер аукционының ортасында адамдар оның картиналарын сатып алған сәтте тұтқындауға барады. Хуан мен Менфа ештеңе ұрламағандарын, олардың қалағанының бәрін алуға мүмкіндік беретін сиқыры бар екенін түсіндіруге тырысады. Бірақ олар бұл туралы айтпайды. Сиқырлы қалам. Егер олар полицияға барса, бірдеңе сұраңыз, біз оны дәл қазір көрсетеміз. Полиция Феррариді сұрайды. Хуан мен оның досы сиқыр жұмыс істеп тұрған кезде оларға ешкім қарамауын өтінеді. Кенеттен полиция бөлімшесінде қызыл Феррари пайда болады. Полиция аң-таң болып, ұрлық жасағаны туралы ешқандай дәлел болмағандықтан олар босатылды. Сол түні олардың есігін біреу қақты. Олар бұл тағы да полиция деп ойлап шошып кетті. Бірақ бұл Хуанның бұрынғы құрбысы, оны әлдеқашан тастап кеткен материалист екені белгілі болды. Оның күйеуі, суретші Ли Чен Ын, Хуанға қызғанышпен ұрып жіберді. Ол сол кезде Хуанды таңдамағаны үшін және тек ақшамен айналысқаны үшін кешірім сұрауға келді. Ол оған күйеуімен ажырасып, отбасына қайтып келе жатқанын айтады. Бірақ Хуан оны тастап кеткенде ешқандай жамандық жасамағанын айтады. Ол олардың қарым-қатынасына немқұрайлы қарайтын және тек суреттеріне ғана мән беретін кедей адамға не істей алар еді. Ол кезде оның әкесі ауруханада жатқан және оған қаржылай көмек өте қажет болатын. Қазіргі күйеуі оған дәл осылай берген. Ол оған өзін кінәлі сезінбеуін айтады. Содан кейін ол өз ойына батып, естеліктерге беріле бастайды және оған сиқырлы қаламның бүкіл тарихын айтып береді. Хуан оған қаламды көрсету үшін сейфті ашты, бірақ бақытсыздық орын алды. Күйеуі оның киіміне жасырын камера орнатып, Хуанның айтқанының бәрін көріп, естіді. Енді ол сиқырлы қаламның сырын білді. Осы уақытта полиция қызметкері автосалоннан жұмбақ түрде жоғалып кеткен Феррари көлігі туралы хабарды оқып жатыр. Бұл Хуан мен оның досы қаламмен шақырған Феррари көлігі еді. Полиция қызметкері тура олардың үйіне қарай беттеді. Ол олардан сиқырлы құрылғыны беруін өтінді. Ол оларға көмектесіп, әйтпесе оларға ұры сияқты қарайтынын ескертті. Дегенмен, сиқырға тыйым салатын заң әлі болмағандықтан, егер олар бірлесіп жұмыс істеп, қалам берсе, ешқандай айып тағылмас еді. Хуан бір секундқа да тартынбады. Ол қаламды полицияға тапсыруға дайын болды. Бірақ бір ғана мәселе болды. Қалам әлдеқашан ұрланған. Ол Ли Чан Идің қолына түсті. Ол оны көмекшілерінің көмегімен пайдалана бастады. Чан Идің бірінші салған суреті ол әрқашан армандаған таңғажайып өнер галереясы болды. Содан кейін ол Қытайдың тарихи сарайларымен бірдей стильде жасалған корольдік киімдер мен ежелгі император сарайының суретін салып, Қытай мұрасының бейнесін ұрлап, әйелін байлап азаптады. Содан кейін ол шынайы болу үшін журналдың мұқабасынан әдемі қыздың суретін салып, оған үйлене алды. Сұлулық байқауына қатысқан ол Ли Чан И әлеміне енгеннен кейін кенеттен жоғалып кетті. Оның барлық істері полицияға оны іздеуді жеңілдетті. Офицер Чан Иге қаламның ауадан заттар жасамайтынын,
оларды басқа біреуден беретінін түсіндірді. Бұл сіздің ұрлық жасап жатқаныңызды білдіреді. Қандай жағдай болмасын, Чан И әлі де ештеңе істемегенін айтты. Оның бар болғаны сурет салу болды. Содан кейін оның көмекшісі оған қаламмен полициядан алыс жерде қашып кетуге болатын жаңа планетаны салуды ұсынды. Ол бөтен ғарыш кемесінің суретін салды және ол олардың дәл алдында пайда болды. Шетелдіктер ашуланып, үрейленіп, оларға кім қоңырау шалғанын сұрап, құрылғысының қай жерде екенін хабарлауды талап етіп, төменге түсті. Осы кезде Чан Идің танкты бояп, оның көмегімен оған кіріп, оларды жою үшін зеңбіректі шетелдіктерге бағыттағанын көргенде бәрі шошып кетті. Бірақ шетелдіктер танк зеңбірегін көп күш жұмсамай ақ оларға қайта бағыттады. Олардың физикалық күші адамдық күштен әлдеқайда жоғары екені белгілі болды. Олар Чонгиді істегені үшін жаза ретінде ұрып тастады. Ақыры ол бас тартып, құрылғыны оларға қайтарып берді. Бірақ бір бөтен адам құрылғының кәдімгі қаламға ұқсайтындай етіп, қайта жасалғанын көргенде қатты ашуланды. Ол оны Чан Идің бетіне көтеріп, жауап талап етті. Кван алға шығып, құрылғыны қалам тәрізді етіп, өзгерткен адам екенін мойындады. Чан Идің бұған еш қатысы жоқ. Бөтен планеталық Хуанның адалдығы мен ар ұжданына тәнті болды. Оның айтуынша, бұл планета олардың планетасына өте ұқсас. Мұнда зұлымдық та, жақсылық та бар. Ол олардың құрылғыларын алып, бейбіт жолмен кететіндерін шешті. Бірақ олар кетер алдында Хуан бөтен планеталықтан соңғы бір жақсылық сұрады. Қаламмен жасалғанның бәрін бастапқыда қайдан келгеніне қайтару. Бөтен планеталық келісті. Және бәрі осылай қалпына келтірілді. Әрбір зат, тіпті Тянның көзі, тіпті су құбырлары, тіпті Чан И мен оның көмекшілері салған киімдерде қайтарылды. Шетелдіктер бұл аймақтың полиция көліктері мен тікұшақтарға толы екенін байқады. Жағдай қауіпті бола бастады. Олар бұл хаостың бәрі олардың кесірінен болғанын түсінді. Олардың ғарыш кемесі де бастапқы орнына оралғандықтан, олардың қайтып оралатын ештеңесі болмады. Шетелдіктер найзағай жылдамдығымен қашып, адамдар оларды ұстап алмай тұрып қашып кетті. Осыдан кейін полиция Чон И мен оның көмекшілерін журналдың мұқабасына боялған және кепілге алынған сұлулық ханшайымын ұрлады деген айыппен қамауға алды. Чон Идің әйелі де алға шығып, Хуаннан кешірім сұрады. Ол оның киімінде жасырын камера бар екенін білмейтінін және оның бұған еш қатысы жоқ екенін айтты. Сиқырлы қалам туралы әңгіме осымен аяқталды. Өмір бұрынғы қалпына келді.